Мұхтар Шаханов, 12-3. Қырқасынан қыран ұшқан, сен ержеткен аймақты, ертеде бір хан билепті, қайсар әрі қайратты. Қартайса да шапқан аттың құлағында ойнапты, қия тартқан мақсатына иек артпай қоймапты. Әз елінің абыройын, қорғанысын, ақыл ойын, қайтсем биік көтерем деп ойлапты. Бір болса да бірегейлі, хандығына түбегейлі, жаңа өзгеріс енгізуге белін мықтап байлапты. Бірақ сорлы жетіп алмай тоқтамының парқына, мынандай бір заң шығарып таратыпты халқына. Кемел ақыл қарттық шақта ғана деп, жастың ісі негізінен шала деп есептелсін. Шалалықтан ел несібі шашылар, сондықтан да барлық билер қазылар, барлық әскер басылар, ісін мінсіз атқарған сайлансын тек ақ сақалды қарттардан. Жастық шақтың мерейін аттап өтіп, таптап өтіп төскөрлей, оның ұлы мүмкіндігін ескермей, тек қарттықтан бастап ел әңгімесін, лезде ұмытты жас қауым тәрбиесін. Сенімсіздік жұрт қолын байлап алды, алаулаған жастық от қайда қалды? 25-ке келсе де өз көжесін жылап шер жасықтар пайда болды. Өзек болар ел еді мың дастанға, енді бүгін мұңына мұң қосқан ба? Жау дабылы естілсе бой көрсетті, қора айналып қашатын жүн бастарда. Балғын гүлдің шаттығын өмірсіз ғып, қайдан шықты бұл мимырт көңілсіздік? Танымастай өзгертіп жіберделді жастық шаққа жасалған сенімсіздік. Ханды тағы сайтан түртіп, ойға келді мынандай: хандығымның төрт тағандап тұру үшін құламай, қимыл керек, кенде емеспін күштен де. Тағдыр біздің даңқымызды әлде келтеп ішкен бе? Жоқ, тоба, соғыс ашып көрейін, көрші жатқан өзімізден 3-4 есе кішелге. Сөйтіп шырқау көтерейін пәсең тартқан көңілді, соғыс ашып көріп еді тас талқан боп жеңілді. Мұнан асқан қорлық болмас расында, енді міне 4 уәзірі қасында. Қос жанары жылай-жылай суалып, селеу шашы ызғар соққан боз жусандай қуарып. Жолдас болған тәтті арманы балғын бала кезінен, бірақ күнде балбұл ұшып көзінен. Өз кінәсін өзі ақтап ала алмай, теке сақал уәзірлерін атарға оқтап алмай, тұтқында отыр хан сорлы, сел тасқында қалт-құлт етіп әрең тұрған аралдай. Күндер қайда салиқалы сымбатты, соққы болдау бұлғатты. Осы сәтте жеңген елдің ақ сақалды әкімі ханға қарап тіл қатты. Дара шауып кетіп едің сен мүлде, қалай шалым, ақылыңа келдің бе? Жұмбақ айтам, егер тапсаң азатсың, таба алмасаң өлдім де. Таба алмасаң қанатыңнан сынғаның, тырысып көр, ақылыңда күш болса. Мұнау ғана менің саған жұмбағым, не қалады 12-ден 3 алса. Үміт ойсыз отырған шал қуарып, білегінен алынғандай бұғалық. 9 қалады ғой, деп күлді, бәйбішесі ұл тапқандай қуанып. Тапқырлық пен ақыл ой сынға түскен ұрыста, жолың сенің тағы тартты бұрысқа. Таба алмадың, деді әмірші мысқылмен, мойыныңды даярлай бер қылышқа. Бір жас жігіт алға шықты: сіздіңше ең ауыр жаза өлу ме? Ауыр жаза тірі қалып өзінің, тауысып бар төзімін, қателігін өз көзімен көруде, және оны түзетуге қолында билік жоқтығына көнуде. Ұлы әміршім, ойланыңыз әлі де, ерте кеш пе өлім жұрттың бәріне ашары хақ есігін. Өтінемін, етіңіз бір кешірім, ханымыздың қасыққанын қисаңыз, мен айтарем бұл жұмбақтың шешімін. Ал айта ғой, деді әмірші талабыңды шектемен, балаусаға тас атқанды жек көрем. Бердім, ұлым, тілегіңді, төлеуін қайтара алсаң кеудеңдегі отпенен. Я, балаусаға тас атқан жан оңбайды, деді жігіт. Жұмбағыңыз күрделақ, әйтсе де оны жұмбақ деуге болмайды. Заңдылық ол, заңды білмеу зор қайғы. Егер 12-ден 3 алсақ, ештеңе де қалмайды.
Айлар жылдың ұланы, біздің әрбір жылымыз 12 айдан тұрады. 12 айда 3 ай көктем бар екені белгілі. Көктем деген табиғаттың таңғажайып ерлігі. Ол ерліктің даңқын ешкім қаға алмайды шеткері. Ал жастық шақ адамзаттың көктемі. Міне осы көктем нәрлі болмаса, әр тіршілік өз қорегін қажетінше алмаса, айырылмай ма бармағына көріктен, онда шырын үмітіңнен қараңдыз. Көктемде гүлдемесе, алмалар мен өріктер, қалған анау 9 айда қандай жеміс күте аламыз одан біз. Қанша налып, жегенімен пұшайман, бұған қарсы табу қиын күш айла. Қараңызшы, 9 айдың тағдыры байлаулы тұр 3 айға. Оған тіпті жүрмек емес басқа заң, мұны және жұмбақ санау зор қайғы. Сондықтан да 12 айдан ешқашан үшталуға болмайды. Алған адам мына біздің ханымыздай сорлайды. Кім өзі бұл? Ойы қылыш сөз өмір. Хан түгесіп, алардай бар төзімін. Қарап еді оғажап, ат қосшысын тани кетті өзінің. Еске түсіп, қайдағымен жайдағы хан күрсіне бас бармағын шайнады. Бітті, мен өлікпін. Қол бастайтын жігіттерді қорада ұстап келіппін. Сорлаппын ау қанаттыға, болыппын ау тар мекен. Әттең, қорлаппын ау жігіттерді нарға тең. Тым кеш келген игілікті ойлардың қайғысынан артық азап бар мекен. Арнаға тіркеліп қолдай кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.